Ассаламу алейкум достар. Сонымен қатар осы уақытқа дейін біз сіздермен қанша жұмыс жасап келе жатырмыз. Бірақтан әлі де соңына дейін жібермеген бір сезімдер бар болуы мүмкін. Сол сезімдермен жұмыс жасаймыз бүгін. Дәл қазір өзіңізді мазалап жүрген бір сезімді алыңыз. Бұл уайым болуы мүмкін, қандай да бір қорқыныш, сенімсіздік, өкпе, реніш, кез келген сезім болуы мүмкін. Видеоны паузаға қойып, өзіңіз үшін шешіп алсаңыз болады, қайсысын жасайсыз. Сонымен қатар осы техниканы басқа да сезімдеріңізге қолдануға болады. Яғни бүгін мысалы қорқынышпен жұмыс жасасаңыз, ертең екінші сезіммен жұмыс жасауға болады. Осылай келесі сезімдерге де жасауға болады. Сонымен қатар осы бір сезімді алып, осы техниканы бірнеше рет істеуге де болады. Істеуге де негізінде кеңес беремін. Так, сіз сезімді таңдадыңыз деп ойлаймын. Ыңғайланып отырыңыз. Бір рет терең дем аламыз. Мұрыннан демді алып, ауыздан асықпай үрлеп шығарамыз. Свечка үрлегендей. Енді көзіңізді жұмыңыз. Жұмыңызда жаңағы өзіңіз үшін таңдаған сезімді бүкіл денеңізбен, жаныңызбен толықтай сезініңіз. Осы сезімдерді әрбір клеткада сезінуге тырысыңыз. Осы сезімді максимумға шығарыңыз. Мен стоп дегенше жалғастырыңыз. Стоп. Енді көзіңізді ашыңызда дәптеріңізге жазыңыз. Қандай сезім сездіңіз, қандай ойлар келді. Жазып болғаннан кейін қайтадан жалғастырыңыз. Видеоны паузаға қойып, толыққанды жазып алсаңыз болады. Толық қандай ойлар келді, қандай сезім сездіңіз, көз алдыңызға қандай картина елестеді. Екінші рет жалғастырамыз. Көзіңізді жұмыңыз, қайтадан бір рет терең дем алыңыз. Енді жаңағы сезімді қайтадан максимум сезініңіз. Бастаңыз. Әрбір клеткаңызбен сезінуге тырысыңыз. Қатты сезінуге тырысыңыз. Стоп. Қайтадан дәптерге жазып шығыңыз, қандай ойлар, сезімдер келгендігін. Жазып болғаннан кейін қайтадан жалғастырамыз. Үшінші рет. Көзіңізді жұмыңыз, терең бір рет дем алыңыз. Қайтадан жаңағы сезімді жандандырыңыз. Бүкіл денеңізбен осы сезімді денеде максимум дәрежеде сезініңіз. Бүкіл денеңізбен сезінуге тырысыңыз. Қол, аяқ, жүрек, іш, бас, көз. Стоп. Енді соңғы үшінші рет істегенде қандай ойлар келді, қандай сезімдер келді, бүкілін жазып шығыңыз. Үш жауапты да қарап, өзіңіз үшін жаңа бір қорытынды жасауға тырысыңыз.